араласқан бояуды және кітапқа тығып қойған қауырсындарының ұштарын пайдаланып сурет салады. Ол сондай-ақ Лидің конвертке жапсырған жалған мөрін жасайды. Осы уақытта күзетші тұтқындардан үйлеріне жіберетін поштасы бар жоғын сұрайды. Бірақ ол тек өзіне пара бере алатындардың хаттарын қабылдайды. Ол Лидің камерасына жақындағанда, оның назарын басқа сотталушы аударып, ашуланып, Ли конвертін күзетшінің сөмкесіне лақтырып жібереді. Күзетші кеткеннен кейін Ли басқа сотталушыға оның назарын аудару үшін өзін дұрыс ұстамағанын айтып, алғыс айтады. Осы кезде күзетші Лиді камерадан шығарып, Гонконгқа экстрадицияланғанын айту үшін келеді. Ли детектив Хомен бірге колоннада бірге жүреді және барлығын мұқият бақылайды. Полиция бөлімшесінде детективтер ескі істің егжей-тегжейін талқылап жатыр. 2 жыл бұрын Канада тас жолында брондалған жүк көлігінің 7 күзетшісі қаза тапты. 4 айдан кейін алтын үшбұрыштың Мерлин горилласына шабуыл жасалып, 82 адам қаза тауып, 157 адам жарақат алды. Өткен жылы баспаханада кісі өлтіру мақсатында өрт қойылған. Кейінірек полиция қызметкері мен өнер дилері қонақ үйден өлі күйінде табылды. Бұл кісі өлтірулердің барлығы халықаралық контрафактілік синдикатпен байланысты және оның мүшелерінің көпшілігі өлтірілді. Тек екеуі ғана тірі қалды. Ли және оның Пейнда деген атпен белгілі бастығы. Оның жеке басымен орналасқан жері толық жұмбақ күйінде қалып отыр. Сондықтан полицияда оның Канадада түсірілген бір ғана бұлыңғыр суреті бар. Холлиден суретші туралы ақпарат сұрайды. Бірақ Ли сөйлеп, жылай бастаса, оны өлтіреді деп қорқады. Кенеттен кеңседе жарылыс болып, Ли мен полиция қызметкерлеріне төбе құлады. Дегенмен, бұл жай ғана Ли бояғыштың не істей алатынын түсіндіреді. Хо қорықпайды. Сондықтан Ли ашуланып, түрмеге қайта жіберілуін сұрай бастайды. Детектив оны камераға апарып, ұрып тастайды. Бірнеше минуттан кейін Лиге тыныштандыратын дәрісі бар тамақ беріледі. Ол оны нокаутқа жібереді. Полицейлер бұл мүмкіндікті пайдаланып, шаш, тері, сілекей және қан үлгілерін алады. Ли есін жиған кезде оны Хоның кеңсесіне қайтарады. Детектив үлгілердің қонақ үйдегі атыс іздермен сәйкес келетінін түсіндіреді. Сондықтан Лиге кісі өлтірді деген айып тағылады. Ли айғақтардың жалған екенін айтып, оны сөйлете алмайтынын айтып ашуланады. Холлиді қорқытуға тырысады, бірақ оны офицер тоқтатады. Ол оған маңызды кездесу туралы хабарлайды. Басқа кеңседе Хо әйгілі суретші Юн мен оның адвокаттары Лиге кепілдік бергісі келетінін біледі. Адвокаттар дәлелдемелер өте сенімді емес екенін және олар Лидің жақтаулы екенін айтуы мүмкін екенін айтады. Бірақ полиция оны әлі де жіберуден бас тартады. Оның орнына олар мәміле жасауды ұсынады. Егер Юан Лиді суретші туралы айтуға көндірсе, олар оны жібереді. Жауап алу бөлмесінде Юан Лиға мәміле туралы айтып береді. Ол оған әңгіме оларға қауіп төндіруі мүмкін екенін еске салады. Бірақ Юан полицейлердің суретшіні оның қалыңдығын өлтіргені үшін ұстағанын қалайды. Ли оған көмектесу үшін ғана сөйлесуге келіседі. Сондықтан ол камераның алдына отырып, өз тарихын айта бастайды. 1985 жылы Ли Ванкуверде Иванмен кездеседі. Екеуі де мансапқа ұмтылатын талантты суретшілер, бірақ олардың жұмысын ешкім сатып алғысы келмейді. 10 жылдан кейін олардың өмір сүруге және отбасылық өмірін құруға ақшасы әрең жетеді. Төленбеген төлемдерге байланысты электр қуаты өшіп қалады. Нақты табысқа зәру Ли өнер галереясына барып, жалған картиналар жасау туралы келісім жасайды. Үйіне қайтып келе жатқанда, ол кездейсоқ Юанның менеджерімен сөйлескенін естиді. Бұл адам Юанның шығармашылығына сүйсінеді, бірақ Лидің шығармашылығына ренжіп, ол тек басқа суретшілерді көшіріп жатыр деп айтады. Алайда Юан Лиді де өзімен бірге алып кетпейінше, оның мүддесін қорғағанын қаламайды. Сол түні Ли шамды жағып, есепшотты төлегенін көрсетті. Өйткені галерея оның барлық картиналарын сатып алды. Мәміленің бір бөлігі ретінде ол келесі айда Юанға жеке көрмесін алды. Біраз уақыттан кейін Юан галереяның шеберханасына Лиге бару үшін барады және оның жаңа жұмысы өнер туындыларын жасау емес, қолдан жасау екенін біледі. Ол өзінің шеберлігін жеткілікті түрде бағаламайды деп санайды. Бірақ Ли әдеттегі өнерден бас тартып, бұл жалғандықтарды жасаудың шын мәнінде қызықты екенін түсіндіреді. Юан оны жақсы көретінін, бірақ одан қатты көңілі қалғанын айтады. Юанның сурет көрмесі көп күнге созылады, бірақ Ли соңғы рет көрінбейді. Ол оның суреттерінің бірін оның рұқсатынсыз жанына іліп қойғанына ашуланады. Юан кейбір коллекционерлердің оған қызығушылық танытқанын айтады. Бірақ Ли оның осы көшірмеден басқасының бәрін сатқанын біледі. Осы кезде суретші Лидің картинасын классикалық өнер шеберлеріне еліктегені үшін мазақ ете бастайды. Қонақтар күледі. Бірақ Юан оның бетіне сусын шашып, оны қуып жібереді. Ли кешірім сұрау үшін оның соңынан ереді. Бірақ суретші Лидің көшірмелерінің бірін сатып алғанын айтады. Ол онымен оңаша сөйлесу үшін сахнаны әдейі қойды. Олар барға барады. Ал Ли оның бөліктерін антикварлық етіп көрсетуге көмектесетін соғу әдістері туралы айтады. Суретші өзінің ұсталық кәсіппен айналысатынын және Лидің онымен жұмыс істегенін қалайтынын түсіндіреді. Сондықтан ол оған визиткасын қалдырады. Галереяда Юен менеджермен айтысады. Ол оның көрмесін сахнаны қою арқылы бүлдіргеніне және олар толық үйді жариялай алмайтынына ашуланады. Өйткені Лидің суреті ғана қалды. Кенет Ли галереяға кіріп, суретін өртеп жібере бастайды. Келесі күні Ли суретшімен байланысады. Ол оны $100 купюраны қайта жасау бойынша алғашқы жұмысын бермес бұрын оны өз командасына шақырады. Ли соншалықты қауіпті нәрсені жасаудан бас тартып, есінен танып қалады. Суретші бұл жұмыстың оған ешқандай қатысы жоқ деп уәде береді және оның сеніміне кіру үшін кейбір құпиялармен бөліседі. Оның есімі Фук Санг және ол Гонконгтағы жалған ақша жасаушылардың 3 ұрпағынан шыққан. Оның отбасында ешкім ешқашан түрмеге қамалмаған және олар әрқашан ережелер бойынша ойнайды. Оның командасы тек дистрибуциямен айналысады, ал оның сатып алушылары оны қорғауды қамтамасыз ететін ықпалды адамдар. Дегенмен Ли әлі де қатысудан бас тартады. Ли үйге келгенде Юанның ақш-қа көшіп бара жатқанын көреді. Бұл оның ойын өзгертуге мәжбүр етеді және бірнеше минуттан кейін ол Фук Сангпен бірге Таиландқа ұшып барады. Ол Лиге Юанды қайтаруға көмектесуге уәде береді. Содан кейін ол өзінің жұмысы туралы кейбір мәліметтермен бөліседі. ақш үкіметі $1 купюраның жаңа дизайнын шығарды. Оның ішінде көптеген егжей-тегжейлері бар. Тіпті микропринтерленген сөздер де жалған ақша жасауды қиындатады. Ли оларға ұқыпты баспа табағын қажет ететінін айтады. Сондықтан Фук Санг оны пластикалық қалып жасаушы Иаммен таныстырады. Командада сонымен қатар логистика мен қауіпсіздікке жауапты әкімші Ва және ағайынды Шум мен Бобби бар. Ва оларға түсін өзгерту үшін сия қажет болатынын айтты. Ал Иам қалайды. Жалған детекторларды алдау үшін крахмалсыз қағаз. Оның сиясы кәдімгі қағазда күлгін түске боялады. Бірақ банкноталар үшін крахмалсыз қағазда сарыға айналады. Фу Санг бұл мәселені шешемін деп уәде береді.
Бірақ әзірге ол Лидің қағаз парақтары арасындағы талшықтардан пайда болатын су белгісіне назар аударғанын қалайды. Таиландта команда қараусыз қалған шеберханаға орналасты. Ли бірнеше күн бойы долларлық купюралардан, әріптерден бастап шаш талдарына дейінгі бөлшектерді өңдеумен айналысады. Ол ақырында тамаша нәтижеге жетеді. Бір күні кешкі ас кезінде команда қытайлық картинаны қарап, оның шынайылығына ақша салады. Команданың көпшілігі оны жалған деп санайды. Бірақ Ли оны шынайы деп санайды. Тіпті оның артындағы техника туралы айтып береді. Қытайлық суретшілер өз картиналарын қабаттарға бөле алады. Бірақ олардың бояуы бірдей болады. Ли бәстігуде жеңіске жетеді. Ал Фук Сан бұл әдісті шоттарын төлеу үшін қолданатынын түсіндіреді. Олар массасы қатайғанша сызбаны темір барабанмен басады. Ол қатайғаннан кейін өрнек су таңбасына айналады және оны басқа екі қабаттың арасына орналастырады. Ям олардың қорғаныш шипті ортаңғы қабатқа да қоюға болатынын көрсетеді. Команда алдағы бірнеше апта ішінде бөлшектердің дәлдігімен жұмыс істейтін болады. Олар бояудың дұрыс реңкін табу үшін түстерді араластырады. Ал Ям өзінің барлық білімін миллиметрдің мыңнан бір бөлігіне дейін бояйтын пластина жасау үшін пайдаланады. Тамаша үлгіні жасау үшін оларға 2 ай және 17 прототип қажет болды. Ли шұңқырмен жұмыс істегенді ұнатады және Фусан туралы сұрақтар қою мүмкіндігін пайдаланады. Ям отбасы мүшелерінің ешқайсысы ешқашан қамауға алынбағанын растайды. Дегенмен Фук Санның әкесі кейбір орыстармен ақша үшін жанжалдасып өлтірілген. Ям Лиге қыздарының суретін көрсетіп, олардың антиквариат сатамын деп ойлайтынын түсіндірді. Оларда әлі де қағаз жетіспейді. Бірақ ва қалам сынағына төтеп бере алатын ештеңе таба алмады. Фусан бұл мәселені Шығыс Еуропаға бару арқылы шешетіндерін хабарлайды. Олар телефон анықтамалықтарын басып шығару үшін крахмалсыз қағазды пайдаланады екен. Өйткені ол жерде ақштағыдай реттелмейді. ақшта олар алдымен өнеркәсіптік принтерді сатып алу үшін аукционға шығады. Содан кейін Фусан мүгедек болып көрініп, киімін ауыстырып, оқу комикстерін басып шығаратын қайырымдылық ұйымында жұмыс істейтінін мәлімдейді. Ол телефон кітапшасы компаниясының басшысымен сөйлеседі. Ол бастапқыда оларға кітап сатудан бас тартады. Алайда Ли бұл Африкадағы балаларға арналғанын айтқанда, ол өз ойын өзгертеді. Жақында принтер мен барлық қағаздар шеберханада болады. Бірнеше минуттың ішінде олар нақты долларлық купюраны басып шығара алады. Олар тек сия реңкін сәйкестендіру керек. Біраз уақыттан кейін Ли кілтін алу үшін Ванкуверге оралады. Бірақ ол Юанмен кездесуден бас тартқандықтан оны үстелге қалдырады. Қайтар жолда Фусанг Лиді қорқақ деп атайды және Юанның өте сәтті көрмесі Ли өртеп жіберген картинаның атымен аталғанын көрсетеді. Жанжал басталып, Фусанг көлікті тоқтатып, Лиге айқайлап, Юаннан бас тарту, өзінен бас тарту дегенді білдіреді. Кенет Фусанг көліктен түсіп, бетперде киіп, тапаншасын суырып алады. Ли өз орнынан оқ өтпейтін жилет пен екінші тапаншаны тауып алады. Жолдың ортасында брондалған көлік тұр. Күзетші жігіттерді көргенде оқ жаудырады. Ли үрейленіп, оқ өтпейтін жилет киеді. Ал Фак Сан оқ жаудырып, күзетшілердің бірін тез өлтіреді. Алайда ол қалғандарын жатқыза алмайды. Сондықтан оның бір адамы оларды алыстан атуға мәжбүр. Ол брондалған көліктің дөңгелектерін де атып тастайды. Команданың қалған мүшелері көлікте пайда болады және олар бірге қауіпсіздік қызметкерлерімен жұмыс істейді. Оларды байлап болғаннан кейін, олар брондалған көлікті ашып, бірнеше банк кассияны ұрлайды. Банктердің артына тағы бір күзетші тығылып жатыр. Ал Ли оның мылтығын көргенде қатып қалады. Фусанг оны жолдан итеріп жіберді, ал оқ оны артқа лақтырып жіберді. Ашуланған ол жігітті өлтіру үшін қатарынан бірнеше рет оқ жаудыра бастайды. Олар оны тоқтатуды бұйырған кезде оның адамдарына назар аудармайды. Олар кетер алдында Фусанг ішінде барлық қызметкерлері бар брондалған көлікті жарып жібереді. Шеберханада Ли олардың бизнесі үшін кісі өлтіруге келіспейтінін білдіреді және сияның дұрыс реңкін қалай жасау керектігін анықтағаннан кейін командадан кететінін айтады. Фусанг ашуланып стаканын жерге лақтырып жібереді. Бірақ мысқылмен Лиге қалағанын істе дейді. Осыдан кейін Фук Санг бүкіл әлем бойынша саяхаттап, кейбір ірі қылмыс жетекшілеріне жалған ақша салынған чемодандарын жеткізіп береді. Жақында командада ләззат алу үшін орасан зор нақты ақша болады. Осы уақытта Ли көлікті дәл өздері қалаған жасыл реңкте табады. Ол автозауыт пайдаланатын бояуларды сатып алады және олардың қағазына тамаша сәйкес келетін реңктерді араластыра алады. Енді олар бояуды ұрлаудың қажеті жоқ. Бір күні командаға генерал деген атпен белгілі таиландтық қылмыс бастығы жіберген адамдар келеді. Фук Санг генералдың оң қолымен және банкноттардың жасалу сапасына тәнті болған. Оның контрафактілік сарапшысы Ца Цзинмен бірге ішеді. Осы кезде Ли дәлізден өтіп бара жатып, кездейсоқ сүрініп, әйнек есікке жасыл бояуды шашып жіберді. Басын көтеріп, ол Ца Цзинге бір көз қараспен қарайды. Келушілер кеткеннен кейін Фусан Лиге айғайлайды. Бірақ олардың бояуды жетілдіргенін түсінгенде тынышталады. Келесі күні Фусан Лиге Юанмен бірге зейнетке шығу үшін өз атына курорт сатып алғанын айтады. Олар даладағы базаға барып, генералмен кездеседі. Фук Санг Лиге детонаторды беріп, белгі бергенше оны жасыруын айтады. Кешен аумағын аралап келе жатып, Ли күзетшілердің бейбіт тұрғындарды атып жатқанын көріп шошып кетті. Генерал Фук Санг пен әкесі екеуі жақсы дос болған деп, жақсы келісім жасасуға тырысады. Алайда Фук Санг генералдың әкесін өлтірген орыстарды жалдағанын біледі және оның кек алу үшін осында келгенін айтады. Ол жарылғыш заттарды көрсету үшін күртешесінің түймелерін ашады. Ал Ли детонаторды таста дейді. Ли алғашында бас тартады. Бірақ күзетшілер оқ жаудырамыз деп қорқытқандықтан, оны бәрібір тастап кетуден басқа амалы жоқ. Олардың қасында көлік жарылып, бөлмені қиратады. Бірақ ешкімді өлтірмейді. Генерал қашып кетуге тырысады. Бірақ Фук Санг оны аяғынан атып тастайды. Оны бірнеше күзетші қоршап алады. Бірақ Фук Санг олармен соғысып, оларды өлтіру үшін қаруларын тартып алады. Сыртта тағы бірнеше күзетші пайда болып, Фук Сангпен атысты бастап, генералды алып кетеді. Көптеген оқтар босқа кеткен соң, күзетшілер граната лақтырады. Фук Санг жарылғанға дейін бөлмеден шығып кетеді. Содан кейін Фук Санг бірнеше күзетшіні өлтіріп үлгереді де, оның иығына оқ тиеді. Оның артынан одан да көп адам келе жатқанда, шу алыстан лагерді бомбалай бастайды. Ғимараттардың көпшілігін қиратып, әскердің көп бөлігін өлтіреді. Фук Санг үлкенірек қаруларын алып, аман қалғандарды қайтадан жараланғаннан кейін де тоқтамай атып бастайды. Өкінішке орай, көбірек сарбаздар келе береді.
Сондықтан Фук Санг үйілген қаптардың артына тығылуға мәжбүр. Осы кезде команданың қалған мүшелері джиппен аумаққа басып кіріп, гранаталарды лақтырып, одан да көп. Бірақ сарбаздар оны қоршап алып, оқ жаудырып, оның қолынан айырылып қалады. Бұл құлаған қол гранатаны ұстамайды, және ол жарылып, барлық күзетшілерді бір жарылыспен өлтіреді. Лагерь аумағында Ли Цзиннің жалынға оранғанын байқайды. Ол жанып жатқан ғимаратқа тек күртешесімен жалынды сөндіру үшін жүгіреді. Содан кейін оны сол жерден алып шығады. Фусанг және оның командасы генерал жүк көлігіне оқ жаудыру үшін келгенше күзетшілерді атуды жалғастыруда. Бобби Фусангты итеріп жіберіп, оның орнына нокаутқа түседі. Содан кейін Фусанг жүк көлігінің жүргізушісіне оқ ату үшін қауіпті секіріс жасайды. Содан кейін ол дөңгелектерін атып тастайды. Осыған байланысты жүк көлігі апатқа ұшырап, ақыры генерал қаза табады. Фусанг генералдың сақинасын алады, ал Ли Цзиньді өзімен бірге алып кетуге рұқсат береді. Олар кетіп бара жатқанда соңғы жарылыс бүкіл ауданды қиратты. Осыдан кейін команда бір жыл бойы алтын үшбұрышта жасырынып жүрді. Цзиньді жарақаттарын емдеу үшін ауруханаға апарады, ал Фусан оған Юан деген жалған төлқұжат береді. Ли мұны құптамайды, бірақ Фусан оны елемейді. Біраз уақыттан кейін сурет галереясында Фусан Юанның барлық картиналарын сатып алады және Лиге оларды курортқа жіберетінін айтады. Сондықтан ол оған әсер ете алады. Алайда Ли Юанға лас ақша алуды ұнатпайды деп ойлайды. Ли оған ұрса бастағанда, олардың сөзін Юанның артынан еріп, менеджермен қарым-қатынасы туралы сұрау үшін тілшілер тоқтатады. Бұл жаңалық Лиді ренжітті де, ол кетіп қалды. Осы уақытта Гонконг полициясы Канаданың федералды полициясының контрафактілік сарапшысы Вин Читті шақырып жатыр. Хо Вин Чит оған көмектесу үшін бүкіл әлем бойынша жалған долларлық купюраларды тарататын банды табуға тырысуда. Олар бірге Ямға тиесілі антиквариат дүкенін қадағалай бастайды. Кейінірек Хо мен Вин Чит әлеуетті сатып алушылар болып көрініп, атақты суретші қатысуы керек яхта кешіне шақырылғанша әртүрлі брокерлермен сөйлесе бастайды. Алайда олар Пентердің Шу мен Боббиді өзі келудің орнына жібергенін білгенде көңілі қалды. Вин Чит өзін қорлағанда кейіп танытады, ал ағайындылар оны тексеру үшін мылтықтарын суырып алады. Олар Хуоны мазақ еткенде Вин Чит бірден оны қорғауға тырысады және онымен бірге суға секіру арқылы өзінің қатал екенін дәлелдейді. Ағайындылар оған сенуге болатынына келіседі. Сондықтан Ва басқа қайыққа мініп, телефон сөмкесін лақтырып, Вин Читке қоңырауды күтуін айтады. Сонымен бірге яхтада Фусанг Лимен дауласып жатыр. Өйткені ол оның Цзиньмен оның рұқсатынсыз кетіп бара жатқанын білді. Ашуланған Фусанг Лиді ұстап алып, шабуылға шыққалы тұрған сияқты. Бірақ команда оны тоқтатып, жаңа клиенттердің дайын екенін жариялады. Олар оған Ямның антикварлық клиенттерінің бірі осы клиенттерге кепілдік бергенін айтады. Бұл Фук Сангтың дүкеннің сыртында ілулі тұрған Вин Читті есіне түсіруіне себеп болды. Команда шеберханаға қайта оралуға асығады. Ал Ям оны клиенттерінің бірі орнатқанын біледі. Ям мейірімділік сұрайды, бірақ қарғыс атқан Санг оны бәрібір атып өлтіреді. Ли есінен танып қалады. Ал Фусанг оны да атуға тырысады. Бірақ Ли мылтықты алып, оқ жіберіп алады. Оның орнына Фусанг оны жұдырығымен ұрады. Осыдан кейін команда барлық дәлелдерден арылу үшін шеберхананы өртеп жібереді. Кейінірек қалада Хо суретшімен кездеспес бұрын Вин Читтің сағаты мен телефонына маяктарды қояды. Бұл топтың өз полицейлерін білетінін білмейді. Ол кеткеннен кейін Хо оның оттығына қарап, кездесуге шақыру жазылған жазбаны тауып алады. Қонақ үйде Вин Чит командамен кездесіп жүр. Ал Фак Санг оған бизнестен кетіп бара жатқанын айтып, жалған векселдердің орнына жазбаны сатуға тырысады. Вин Чит одан бас тартқандықтан Фак Санг Лиден оны өлтіруді сұрайды. Ли екі ойлы болып тұрғанда, Вин Чит мылтықты тартып алмақ болған кезде оған секіреді. Бірақ тек Фак Санг оны атып тастау керек. Содан кейін Фусанг ашулана бастайды. Өйткені Ли қорқақ болып қала береді. Ол оны жатын бөлмесіне сүйреп апарып, Юан мен оның келіншегін ұстап алғанын айтады. Олардың екеуі де байланған және көздері байланған. Фусанг Лиға менеджерді өлтіруді бұйырады, бірақ Ли оның орнына мылтықты оған бағыттайды. Фусанг өзінің батылы бармайтынын біледі және менеджерді өлтіре береді. Сондықтан Ли Юанды құтқару үшін жүгіреді. Дуэт жасырынып жатқанда бүкіл команда оқ жаудырады. Кенеттен Цзинь пайда болып, Хуаны артқы жағынан пышақтап, үстелге құлаған люстраны атуға мәжбүр етеді. Содан кейін ол ағайындыларды өлтіру үшін Хуа тапаншасын пайдаланады. Бірақ Фусанг есіктің артына тығылып үлгереді. Фусанг Лиге бостандығын ұсынғанда, Ли ақыры батылдығын жинап, Фусангты кеудесіне бірнеше рет атып тастайды. Ли Юанды тастағысы келмейді. Алайда Цзинь оны қауіп төніп тұрғанына сендіреді де, олар бірге кетіп қалады. Осыдан кейін Ли мен Цзинь курортта жасырынып жүр. Олар жаңалықтарды қадағалап, полицияның Фусанның мәйітін таппағанын, сондай-ақ Ямның бүкіл отбасы өлтірілгенін біледі. Бір күні Ли Цзиньге оның кетіп бара жатқанын хабарлайды. Өйткені Юан қалыңдығын жерлеу рәсімін өткізеді және ол Фусан оған сол жерде шабуыл жасайды деп қорқады. Қалада ол кафенің ақысын жалған ақшамен төлемекші болады. Бірақ полицейлер оны қоршап алып, ұрып соғады. Лиді полиция фургонына сүйреп бара жатқанда, қасындағы Фак Сангтың Юан шоуды қолдап, парақшасын бұлғап тұрғанын көреді. Қазіргі уақытта Ли әңгімесін аяқтап, полиция қызметкеріне Цао Чен мен Фусанның эскиздерін жасауға көмектесіп жатыр. Хо оны кепілге босатады. Бірақ ол қалада қалып, күн сайын полицияға көрінуі керек. Сол түні қонақ үйде Ли Юаннан кешірім сұрайды. Олар бұзақылық жасай бастайды. Осы кезде Хо полиция формасын киген Фак Санның учаскеге кіріп бара жатқанын көріп, шошып кетеді. Ол дереу өз адамдарын оны ұстап алуға жібереді. Бірақ жігіт шынымен ұялып қалды. Ол оларға өзінің барлық жеке мәліметтерін береді. Бұл оның жай ғана қарапайым полиция қызметкері екенін растайды. Хо Лидің оны түрмеден шыққан кезде көргенін түсінеді және оның сипаттамасын оқиға кезінде өтірік айту үшін пайдаланады. Ли осы уақытқа дейін суретші болған. Ол жерде Санг болған емес. Оны құтқаруға келген әйел нағыз Юан емес, Цзинь болды. Ли оны күйіктерін емдеу үшін ауруханаға апарған кезде ол хирургтардан оны бұрынғы әйеліне ұқсатуын өтінді. Лидің хаты оның атына жазылған және оның шынайы бет әлпетінің портреті бар. Юан мен оның қалыңдығын ұрлап әкеткен Цзинь болды. Егер ол Юанды ауыстыру керек болса, онда нағыз қыз өлуі керек деп айтты. Ли оқ өтпейтін жилетінің арқасында атыстан аман қалып, Хуаны пышақтап тастады. Ол қамауға алынған кезде көшеде көрген Цзинь болды. Енді Ли мен Цзинь елден қайықпен қашып кетті. Бірақ Цзинь Юанды алмастырудан шаршады.
Өйткені Ли оның шынайы өмірін ешқашан жақсы көрмейді. Ол полиция шақырды, олар көп ұзамай қоршауға алынды. Қайықта бомба да болды. Оны Цзин жарып жіберді. Сондықтан екеуі де полиция қызметкерлерінің көзінше қаза тапты. Біраз уақыттан кейін Хо нағыз Юанды тауып алып, оған күйеу жігіттің өлтірушісі қайтыс болғанын айтады. Сонымен бірге оған Лидің суретін көрсетеді. Юан Лидің қорқынышты көршісі болғанын, оған құмар болғанын, сондықтан олардың қарым-қатынасы да өтірік екенін айтады. Ол оның ықыласына бөленіп, темір ұсталық кәсіппен айналысты. Осындай бейнелерді көбірек көру үшін міндетті түрде жазылыңыз және хабарландыруларды қосыңыз. Қарағаныңызға рахмет.